Болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашақта ұлттың табысты болуы адамдардың бәсекелестік қабілетімен айқындалады. Сондықтан әрбір қазақстандық 21 ғасырға лайықты қасиеттерге ие болу қажет деп атап өтті. Бұл жаһандану заманында маман иелердің бәсекеге қабілетті болу керектігін білдіреді. Әңгіменің ашығы жаһандық нарықта ұтымды дүние ұсыну үшін қай мамандықты таңдаған жөн? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде әңгіменің ашығы ток-шоу. Сіздермен бірге мен Дәурен Бабамұрат. Ендеше ортаға алғашқы қонақтарды шақыруға рұқсат етіңіздер. Қарсы алыңыздар. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің маркетинг және пиар департаментінің директоры Тимур Сержанұлы және де Қазақ Бассәулет құрылыс академиясының профессоры, архитектура ғылымдарының докторы Глаудинов Бекрымжан Абақұлы. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал дәл қазір назарларыңыз экранда болсын, арнайы біздің журналистер әзірлеген сауалнама. Қарсы алыңыздар. Сұранысқа ие мамандар бізде көбінде техникалық мамандар керек, себебі бізде өндірістер көп ашылғалы жатыр. Оған байланысты бізде мамандар өте жеткіліксіз. Программирование саласында, мысалы, сондай IT технология саласында, мысалы, қазақстандық цифрландыру бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Сол мысалы салаларда көптеген мамандар иесі, мысалы, қазір біздің Қазақстанға көптеген өзінің үлестерін қоса алады деп айта аламын өзім. Сұранысқа ие мамандықтардың қатарында мен ойлаймын, адам және адам, яғни гуманистік бағытта адамдармен жұмыс істей білетін кадрлар өте қажет болады деп ойлаймын, және алдағы уақытта да. Өйткені жалпы қазір батыстың бізге беріп отырған тенденциясы көбірек техникалық жаққа қарай бағытталды. Енді алдағы уақытта жалпы сұранысқа ие болатын нәрселер, мен өзім мамандығым психолог болғандықтан асын сызып айтып келіп, психологтар өте қажет болады. Жол полициясы, өрт сөндірушілер шығар. Мұғалімдер сосын ең бастысы. Мен дәрігерлер деп ойлаймын жеке өзім. Себебі қазіргі адамдардың денсаулығы сонда бір 100% ерекше айтатын болсам, Қазақстанда адамдардың денсаулығы менің ойымша өте төмендеп кеткен сияқты. Қазіргі кезде компьютерлік технологиялар тез дамып жатыр ғой. Мысалы, программисттер көп керек деп ойлаймын. Программисттер және IT мамандары. Сұранысқа ие мамандықтар дефектологтар деп ойлаймын, себебі қазір елімізде көбінесе мүмкіндігі шектеулі балалардың саны артып келуде. Ол экологияға барлығына байланысты, сондықтан бізде мамандар аз деп ойлаймын, себебі арнайы мектепте жұмыс жасайтын мамандардың барлығы жалпы мектептің педагогтары просто курстан өтіп солай болған. Ал яғни нағыз дефектолог мамандар өте аз, сондықтан дефектологтар аз деп ойлаймын. Жалпы қазірде елімізге керек мамандықтар ауыл шаруашылығы мамандықтары, білікті мамандар, ветеринарлар, агрономдар. Бекрымжан аға, қазір жаңа мамандықтар туралы көп айтып жатыр. Әсіресе соның ішінде бір технологиялық мамандықтар туралы көп айтады. Сіздің салада сондай жаңа мамандықтар пайда болды ма, бар ма? Не өзгерді? Мен негізінен құрылыс сәулет өнері саласының адаммын ғой. Соған бірнеше жылдар бойы қызмет етіп келе жатқан. Енді мынау сол өнердің, сол мамандықтың ішінде жаңалықтар көп. Енді сәулет өнері дегенде оның не екенін білу үшін жай сөзбен айтқанда бұл бір ұлттың, бір халықтың киген киімі деген екен. Одежда, наци деген. Бұл енді өнердің бір үлкен түрі болғандықтан болу керек, сөйтіп айтылған. Онысы өте дұрыс айтылған сөйтіп айтайын. Сондықтан адамзат пайда болғаннан бері сәулет өнеріне мұқтаж. Бұл деген енді адам өз есіне білгеннен кейін пайда болып, соның жақсылау, жаңғарту, көркейту бойынша өте көп жұмыстар жүргізген. Соның ішінде бүгінгі күндікте, мысалы 21 ғасырдың басында көптеген жаңалықтар. Жаңалықтардың негізі сәулет өнерінің көркемдік
бет алысы, көркемдік деңгейі, жалпы ыңғайлық жағынан деңгейі, оған қолданатын ақылды үйлер, ақылды қалалар мәселелері ол шынымен осы қазіргі заманның үлкен мәселесі болып тұр. Бірақ енді оның ішінде көптеген нәрселер, жағдайлар біздің елімізде ақырындап елімізге еніп келеді, бірақ енгізілмеген, шетелдерде көп пайда болған, қолданып атқан нәрселер көп. Қазір бүкіл адамзаттың ең негізгі бағыты бұл IT технология. Солай емес па? Бәріміз бүкіл дүниелердің барлығын ойымызды да, жиған тергенімізді де, пікірімізді де, жұмысымызды да бәрін IT технологияға бұрдық. Сіздерде жаңа мамандықтар күн саны пайда болып жатыр дейді. Рас па? Дәл солай, сіздің журналистеріңіз өткізген сауалнамада енді 70% сол IT технологияларға өз дауыстарын беріп жатыр. Оған енді қосатын түк жоқ. Алайда бұл жерде айтатыным, негізінен бүгін маман иесі әрбір кәсіпкер болсын, жұмысшы болсын, ол бүгін профессионал болу керек. Және де бір ырғақты ғана дами бермей, көптеген салалардан хабардар болу керек. Бұл орайда мен айтар едім, мысал үшін политілді үйрету, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілінде үйрету. Ол бүгінгі заманның талабы. Жаңа мамандықтарға қатысты, немесе бар мамандықтардың мазмұнын өзгертуге қатысты. Елбасының мақаласында осы туралы көп айтты ғой, жаңғыру туралы көп айтты. Енді сіздерде күн санап келіп жатқан мамандықтарды айтыңызшы, міне, пәленше, түгенше деген мамандықтар. Мәселен, біздің университетімізде ақпараттық қауіпсіздік деген бір бағдар. Ол бүгінде Қазақстанда енді ғана ашылып келе жатқан бір мамандық. Жаңа мамандық. Жаңа мамандық. Не үйретесіздер ол жерде? Оны айтар болсам, мысал үшін хакер деген бір ұғым бар ғой. Оны біз тек қана бір ұғыммен ғана айта салып, соны тоғырақ саламыз. Мына жақын өзімізге көршілес Ресейде, мысал үшін дәл осындай факультетте, ақпараттық қауіпсіздік факультетінде 30-дан астам кейстерді, яғни бағыттарды үйретеді. Міне шапалауыңыздар. Бізде болса, Дәурен, бізде болса ол 6 ғана. 6 ғана? Иә. Яғни сіздерде арнайы ақпараттық қауіпсіздік деген факультет бар ма жеке? Мамандық бар, иә. Мамандық бар. Неше бала оқиды? Бүгінгі таңда сол бір 100 бала шамасында. 100 бала. Тимур мырза, мынандай пікір бар, біреу келісер, біреу келіспес. Бірақ та дегенмен ақпараттық технологияда жаңа мамандықтарды игеруде, бар мамандықтарды, жаңа мамандықтарды үйретуде біз көп қалып бара жатырмыз. Соның салдарынан мәселен енді ақпараттық технологиялар әлемі деген ол шекара жоқ қой жерде. Бәрі компьютермен жасайсың, компьютермен тапсырыс бересің, компьютермен ақша аударасың, қажетіңді ала бересің, шекара жоқ. Яғни осы салада біз көп ұтылып жатырмыз. Себебі біздің тапсырыстардың өзі, Қазақстанның тіптен өз ішіндегі тапсырыстардың өзі Пакистанға, Индияға, Белоруссияға, Ресейге, Қытайға кетіп жатыр. Бізде осы мамандықтарды игеруде кешеуілдеп қалдық деген пікір бар. Не дейсіз? Мен бұл пікіріңізге қосылып қосылмай-ақ қояйын. Бір жерде қосылам, бір жерде қосылмайым дейсіз. Қапалағаныңыздар. Неге десеңіздер, негізі өзіміздің қанымызға сіңіп кеткен бір дүние бар. Өзіміздікі болса, баптап, соны қорлап отырамыз. Қорлап? Иә, оны мен оған келіспеймін, неге десеңіз, мына дәл өзіміздің университетте болсын, басқа бір балаларды, өзіміз білетін балаларды алайық, үлкен бір... Мен дәл сіздің университетке қатысты айтып отырмын? Жалпы, елдегі жағдайды. Мысал үшін, әлемдік компанияларда, Google болсын, Yahoo болсын, Яндекс болсын, біздің қарапайым қара домалақ қазақ балалары жұмыс істеп жатыр. Ол әлгі пол жуушы болып бара жатқан жоқ ол жерге. Нақты маман, және де өз орнын, өз мамандығын игерген адам. Неше бала жұмыс істеп жатыр енді? Халықаралық, жаңа сіз айтып тұрғандай. Мысал үшін біздің университеттен алатын болсақ, ол 20 баланың шамасы. 20 бала. Иә. Өзекті ақпарат. Сен белгілі бір кездесуде өтуің керексің, бірден, екіншіден тест тапсыруың керексің. Бірақ соның ішінде сол тестті тапсыру үшін университеттен алған ақпаратты сен осы жерге паш етесің. Баяғы мен осындай бағдарламамен жұмыс істедім, мынандай жобаны мен құрдым, мына жерде мен тәжірибе өттім. Өте жақсы, рахмет, шапалақ ұрыңыздар. Ендеше дәл қазір мен ортаға келесі жұпты шақырамын, қарсы алыңыздар. Алматы энергетика және электрондық технологиялар колледжінің директоры Төлеуғали Тайтөлеев мырза.
және де журналист, саяси ғылымдарының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті, баспасөз және электронды бақ кафедрасының меңгерушісі Гүлмира Сұлтанбаева ханым. Студиямызға қош келдіңіздер. Тақырыпқа кіріспес бұрын тағы да назарларыңыз экранда болсын. Блиц. Біздің журналистер әзірлеген арнайы қысқаша университеттердің мамандықтарының рейтингісі. Бүгінгі таңда Қазақстанда сұранысы жоғары мамандықтардың рейтингіне назар аударыңыздар. 5-ші орында құрылыс саласының мамандары. Оның ішінде инженер құрылысшы, сәулетші мамандары. 4-ші орында маркетинг және пиар саласының мамандары еленеді. Рейтингтің 3-ші орында қаржы және есеп саласы мамандары болса, 2-ші орында әртүрлі санаттағы IT саласының мамандары. 1-ші орында кез келген компанияға табыс әкелетін сауда-саттық жөніндегі менеджері. Рахмет. Әлі де біздің қоғамға, біздің елге ең керек мамандық ол сауда менеджері. Төлеуғали аға, сіздерде мұны жаңадан кеп қосылған мамандықтар бар ма? Міне заман талабына сай біз мынандай А, Б, С деген жаңа мамандықтарды қостық деп айта аласыз ба? Жоқ әлде сол баяғы мамандықтар ма 80-ші жылдарда? Баяғы мамандықтар деп айтуға болмайды, себебі заманға сай біздің мамандықтарымыз қатты өзгеріп отыр. Мамандықтың аты өзгеріп отыр, мамандықтың мазмұны өзгеріп отыр, қатты өзгеріп отыр. Мысалы, былтыр біздің бір шәкіртіміз өткен жылы желтоқсан айында Еуропа біріншілігіне барып келді. Электромонтаждық жұмыстар мамандығы бойынша. Сол кезде біз байқадық, біздің стандарттарымыз кішкене басқаша екен. Еуропаның стандартына қарағанда, Россияның стандартына қарағанда. Нешінші орын алды балаңыз? Студентіңіз? 14-16 адамның ішінде біздің баламыз 12-ші орын алды. Жақсы. Ол енді оғанда себеп бар, оны айтуға болады. Мысалы, біз басқа технология бойынша дайындайтын болсақ, қазір Батыс Европада болса да, мысалы, Азияда болса да, мысалы, Японияда, Кореяда, Сингапурда, сұраныс басқа, мүлде басқаша екен. Себебі біздің энергетика саласында қазір IT технологиялар көп енгізілген екен. Мысалы, біз оны енді біліп, енді сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз қазір. Биыл біздің баламызда қалада 1-ші орын алды, енді республикалық байқауға кетті, қазір Астанада. Енді республиканы жеңіп алатын болса, Еуропаға барады, әлем біріншілігіне барады, онда мүлде басқа деңгейде дайындаймыз, IT технологияларын қосып дайындаймыз. Гүлмира ханым, қош келдіңіз. Жаңағы рейтингте, сіздердің мамандықтарыңызда жаңағы рейтингке еніпті пиар менеджер. Яғни, дәл сіздердің факультеттеріңізде ғой? Біздің факультетте дайындайды. Пиар менеджер мамандығы қазір өте сұранысқа ие мамандықтарының ішінде, қателеспесем жаңа 3-ші орында тұрды. Енді бізге бұл рейтингті арнайы жұмыс беруші мен жұмыс іздеушіні түйістіретін жаңағыдай компания бар екен Алматы қаласында. Солар осы рейтингті бізге анықтап берді. Яғни шынайы сұранысқа ие мамандықтардың ішінде пиар менеджер деген мамандық 3-ші орында тұр екен. Не дейсіз? Бұл мамандық уақыттың өзі бізге нарыққа алып келіп отыр. Біз өте жақсы білеміз, пиар дегеннің атасын біз Америкадан бастаймыз, әйгілі Айви Лидің халыққа арнаған сөзінен. Дегенмен де бұл біз белгілі бір пиар мамандығын оқытқанда не европалық модельдерге, не америкалық модельдерге жүгініп қалмай, оның ұлттық пиар моделінде дамытуымыз керек. Біздің университетте бұл негізінен базалық кафедра бар дайындайтын, және бүкіл мемлекеттік стандартқа ұсынылатын көптеген құжаттар болады. Оның авторы біздің Қазақ ұлттық университеті. Сол қазақ тіліндегі автор мен өзім болып саналамын осы мамандықтың. Сондықтан да бұл пиар әр уақытта мемлекеттегі жаңа дәстүрді қалыптастыратын, бір трендтерді қалыптастыратын, оны өзі алып жүретін мамандық. Негізі пиар маманды көзге түспейді дейді. Ол әр уақытта өзін имидж жасайтын, өзін бір компаниясын, брендін танытатын үлкен бір әрекеттерінің соңында жүріп отырады, бірақ басқарып отырады. Мысал үшін әйгілі МГУ-да және Қазақстан тек қана бізде бар бір факультет электронды журналистика. Ол енді мына конвергентті журналистиканың ырғағымен келе жатқан мамандық.
Мәселен, сол жердегі оқылатын студент, ол суретті сала алады, дизайнды жасай алады, монтаж жасай алады. Соның ішінде мәтін жазып, өзін-өзі түсіріп, сондай бір көптеген қасиеттерді бойына сіңдіретін бір жаңа буындағы журналист. Ол біздің университетіміздің қарамағында бар. Және де ол сіздерде де бар ма? Иә. Яғни дизайнер деген мамандық сіздерде де бар. Бір баланы, журналист мамандығын таңдаған баланы біз сол дизайнерге де үйретеміз, камераға түсіруге де үйретеміз, монтаж жасауға тағысын тағы. Неше жылдан бері оқытып жатсыздар осы мамандық бойынша? Осы мамандық бойынша ашылғаннан бастап 2009 жылдан бастап. Бірақ ол енді бұл мамандық, бұл факультет кішігірім. Көп-көп рахмет пікірлеріңізге. Ал дәл қазір мен ортаға келесі жұртты шақырамын, қарсы алыңыздар. Қазақ Америка университетінің аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі Қарлығаш Ильясова ханым. Және де Вики білім қоғамдық қорының президенті Нұрбек Матжани. Студиямызда қош келдіңіздер. Қарлығаш ханым, сіз не дейсіз? Бүгінгі бір өте сондай бір тұшымды талқылау жүріп жатыр. Шетінен жайлап қазбалап айтып жатырмыз. Тақырып өте өзекті. Кешегі елбасы өзінің мақаласында да ол туралы айтты. Жаңғыру, переформатирование, қайта қарау. Тек қана жаңағындай әркім өз саласында ғой сөзсіз. Бірақ та дегенмен дәл мына білім саласына сананы жаңғырту үшін білім саласын жаңғыртайық. Оған жаңашылдықтар енгізейік. Мұна жаңа мамандықтарды игерейік. Одан қалса ескі мамандықтардың бәрін саралайық, керек емесін жойайық, кейбіреулерін қалдырайық. Сөйтейік тағыны бәсекеге қабілетті жастарды тәрбиелейік дейді. Өкінішке қарай мойындау керек, ол әлі қолымыздан келмей жатыр. Бізде жоғарғы оқу орындарын бітіретін топ-тобымен түлектер бар. Бірақ олардың жаңдай енді әр жерде әр түрлі, бірақ та дегенмен бір шамасы бірден жұмысқа тұрып кете алмайды, жұмыссыз қалады. Содан кейін алаттағына 60% басқа мамандықтар бойынша жұмыс істейді. Оны алдыңғы жыл біз бір әлеуметтік сауалнама жүргіздік, сол дәлелдеп берді. 60% біздегі жоғары оқу орнын бітірген азаматтар басқа мамандықтар бойынша жұмыс жасайды. Ал дәл сол уақытта қоғамда көптеген мамандықтар бойынша мамандар, специалистер жетіспей жатыр. Әсіресе мына жаңашыл бағытта, IT технологияда, мысалға жаңа университетіміз бар, көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз, бірақ осы салада бәрібір бізде мамандар жетіспейді. Әлемнің түкпір-түкпіріне біздер тапсырыстар береді екенбіз IT технология саласында. Анау арысы Пакистан мен Индия, мына беті Британия бар, Ресей, Белоруссия, Қытай бәр жаққа заказ береді екенбіз, тапсырыс береді екенбіз. Және ол тек қана ол сала емес, басқа салаларда да ең қарапайым деген жаңағы сіздің салаңызға қарай келе жатырмыз. Экономикалық қаржы саласында да бізде шынайы мамандар жетіспей жатыр деген пікір бар. Не дейсіз, Қарлығаш ханым? Негізі біздің университетте бұл жағы жақсы жолға қойылған деп ойлаймын. Өйткені бізде жылына 2 рет түлектердің жәрмеңкесі деген ярмарка выпускников. Сондай өзіміздің іс-шарамыз жүргізіледі. Ол жерде көптеген өзіміздің компанияларымызды немесе басқа да компанияларды шақырамыз. Олар өздері бетпе-бет студенттермен жұмыс берушілер арасында тікелей қарым-қатынас сөз болады. Өздеріне ұнағандары сол кезде жұмысқа ала бастайды. Сосын бізде көптеген студенттер өзінің 2-ші курс, 3-ші курс, 4-ші курс көптеген студенттер оқып жүре жұмысты да бірге алып жүреді. Өзінің мамандығы бойынша жұмыс істейді. Көбіне бізде есеп және аудит деген мамандығында оқитын студенттер бір жерлерде, кейбір кәсіпорындарда, компанияларда бухгалтер болып жұмыс істейді қосымша. Сосын өзінің жағы практикасы да бар, теориясы да бар, кәдімгі білікті маман болып шығады. Елбасы мына жаңғырудың ішінде айтты ғой, бізде қаншама 150-ге тарта университетіміз бар дейді. Қаншама жыл сайын мамандар дайындаймыз, 150 мың маман дайындайды екенбіз. Бірақ солардың жұмысқа тұру қарқыны өте төмен, нашар дейді. Не істеуге болады деп президент өзі сұрап отыр. Не өзгертеміз дейді. Мүмкін бір университеттерді жабайық, кейбіреулерін ашайық, өтірік мамандықтарды алып тастайық. Бір реформалар жүргізейік дейді, сананы жаңғыртайық, адамдар өздері жасасын, айтсын деп елбасы айтып отыр. Соған қатысты бағдарлама жасап отырмыз. Сондықтан проблемный тұстарды көрсеңіз, айтыңыз. Өз мамандығыңызда, өз салаңызда қандай проблемалар бар? Нұрбек мырза, қош келдіңіз.
тақырыпқа не дейсіз? Жаңа мамандықтардың мәселесі қолға алынып жатыр ма? Өзіңіздің азаматтық пікіріңіз? Біріншіден, 60% адам өз мамандығымен жұмыс істемейді деп айтып қалдыңыз, сол 60%-ның ішінде мен бармын. Міне. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл жерден бір үлкен трагедия жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі біздің ұрпақ, бұны Y ұрпақ дейді, немесе ғалымдар неше түрлі ат береді. Бұл ұрпақтың ерекшелігі сол, бұлар өмір бойы 12 рет орташа есеппен түбегейлі мамандығын ауыстырады екен. Мәселе, осы ұрпақ? Осы ұрпақ, біздің ұрпақ. Ал мысалы біздің алдыңғы ұрпақ, олар жұмысын, мамандығын ауыстырмайды, бірақ жұмысын ауыстыру мүмкін. Мысалы менің анам бухгалтер болып бітірген, әлі күнге дейін бухгалтер болып жұмыс істейді. Бірақ дәл сол стандарттарды бүгінгі күнге алып келсек, ол жұмыс істемейді. Себебі қазіргі технологияның, әсіресе ақпараттық технологиялардың дамуы біздің қоғам үлкен өзгерістер алып келді. Сондықтан егер былай мамандық таңдауға келетін болсақ, онда менің айтарым, белгілі бір мамандық сіздерге өмір бойы тұрақты жұмыс тауып береді деген ұғымнан арылу керек. Бұл жердегі білім берудегі қазіргі ең үлкен тренд ол lifelong learning дейді, яғни өмір бойы оқу деген ұғым бар. Сондықтан егер шынымен де егер бәсекеге қабілетті боламын десеңіздер, онда егер дұрыс емес мамандық таңдап қалдым деп ойласаңыздар, ештеңеден тұлған жоқсыздар. Технология, интернет басқа мамандықты бірден игеріп алуға мүмкіндік береді. Сондықтан бәрі алда деп ойлаймын. Міне, өте жақсы. Нұрбек мырза, мен сізбен келісем, бірақ та дегенмен осы жақында ғана Forbes-та қателеспесем, Ресейдің Forbes-ында бір жақсы мақала шықты. Сол жерде мынау кризис карьерного роста дейді, яғни карьерлік өсудің дағдарысты тұстары деген бір тәп-тәуір зерттеу мақала шықты. Сол жерде бірінші пунктта көрсетіп қойыпты. Ең үлкен проблема неде? Ол ең үлкен проблема жаңағы өсіп келе жатқан адамның мамандықты жиі ауыстыруында депті. Сен мысалға 5 жыл бойы қаржы саласында жұмыс жасайсың, белгілі бір этаптан өтесің, өсесің. Сөйтесінде осы салада бүкіл жинаған тәжірибенің барлығын өшіріп тастайсың да, жаңа салаға барасың да, нөлден бастайсың. Қайтадан 5-6-ға шейін жетесің да, сөйтесінде оны да тоқтатасың да, басқа салаға кетесің. Соның салдарынан, жаңағыдай мамандықты жиі ауыстырудың салдарынан өте талантты менеджерлар дейді, жаңағыдай орта жасқа келген кезде бір кризистік, дағдарыстық неге тіреледі деп пікір білдіріпті. Не дейсіз, Нұрбек мырза? Мен сізге басқа бір ғалымдардың ойын айтайын. Кейбір ғалымдардың пікірінше мамандық деген ұғым ретінде айналымнан түсіп қалды дейді. Міне. Қазір бұлай мамандарды немесе кадрларды бәсекеге қабілетті ететін дағдылар мен компетенциялардың жиынтығы бар деп айтады. Өткендегі бұл туралы жапондық атақты ғалым осыны айтты ғой, Бұны айтпағым, сондықтан карьера жаңағыдай кризис болады, мен жұмысымнан айырылып қалам, қорқу керек деген. Меніңше жастарға айтатынымыз қорықпау керек. Интернет бар, басқасы бар. Егер бір жұмыс тоқтап қалса, басқа жұмыс тауып алуға болады. Сосын жаңа рейтингке байланысты айтып жатыр ғой. Біздің тағы бір негізі өте маңызды, өзекті бұлай мәселелердің басы ашылып айтылды, бірақ менің келіспейтін тұсым, бұл жерде рейтинг ол бүгінгі күнгі рейтинг. Дәл қазір. Ал ертең 5 жылдан кейін сол рейтинг актуальны бола ма, оны ешкім айта алмайды. Бір жылдан кейін сол рейтинг актуальны бола ма, болмайды. Сондықтан мына зерттеу, егер жастар қандай мамандық таңдау керек, немесе қандай қабілеттер маған қажет болады дейтін болса, онда мына World Bank-тың зерттеулері бар. Соны қарап отыру керек. Ол жерде бір 10 шақты қабілетті тізіп берген, ол жерде мысалы сыни ойлау, келіссөз жүргізу, адамдарды басқару, күрделі жүйелерді басқару, яғни осындай бір керек дағдылар бар да, соларды қарасаңыздар, ертең кез келген мамандықты игеріп алып кетуге болады. Өте жақсы, өте жақсы. Сосын тағы бір мәселе, мысалы жаңағы мен өзім инженер мамандығын оқыдым, бірақ қазір былайша айтқанда IT, интернет және контенттің тоғысқан жеріндегі бір дүниелермен айналысамыз. Көбісі түсіне бермейді, бірақ енді тоқта айтып беруге де болады. Мысалы, қазір Алматыға бұлай такси қызметін ұсынатын Uber деген компания келді. Ол компанияның артында үлкен бір жаңа экономикалық модель бар. Оны ағылшынша sharing economy деп аталады, немесе gig economy дейді. Ол не деген сөз? Ол осындай модельге негізделген жұмыстар көбейе береді. Яғни адамдар даже белгілі бір жұмысқа байланбайды. Сол Uberде жұмыс істейтін адамдар кәдімгідей
азаннан кешке дейін отырып жұмыс істейтін адамдардан көп табады. Airbnb сияқты нелер бар. Бұлар мына игіліктерді ортақтасып пайдалану деген ұғым бар. Және ғалымдардың пайымдауынша ақш-та 2020 жылға дейін ақш-тың бүкіл экономикасы 20% осындай компаниялар құрайды. Өте жақсы. Міне, бізге де қажеті осы еді. Мына сананың жаңғыруы деген елбасының айтқаны дәл бүгін біздің Нұрбек мырзаның түсіндіруінде келіп жатыр. Яғни тіпті мамандық деген түсінікте болмайды ғой. Яғни тек қана бұл жандай дағдылар немесе белгілі бір функцияны жүзеге асырудың әдіс тәсілдері. Яғни саған 5 жыл университеттің қабырғасында жылына 1 миллион теңгеден ақша төлеп жүрудің қажеті жоқ. Саған мектеп тәп-тәуір жақтысы тәрбие беру керек, және де ойлау қабілетіңді жүйелендіру керек. Ал сен 2 жыл, 3 жыл, кей жағдайда 1 жыл 6 айдың ішінде белгілі бір функцияны атқаратын әдіс тәсілдерді меңгеріп аласың да жұмысқа тұра бересің. Ол үшін тіпті сенен банктердің өздері диплом сұрамауы да мүмкін. Солай ғой, Тимур мырза? Осы жерде тағы бір айта кететін жайт, мысалы үшін қазақ айтады, тәрбиені орта бұзады дейді. Осы мамандықты таңдау жолы қалай болады? Мысалы үшін бізге келген бір үміткер оқуға түсем деген. Ол қандай бағыт-бағдарды көздейді? Біріншісі грантқа түсу. Кез келген университет болсын, кез келген мамандық болсын, әйтеуір грантқа ілінсем болды дейді. Енді біреулері, мысалы үшін ата-анасының, аға-тәтесінің бір ой пікірімен жүрген балалар. Енді біреулері сыныптастары барған жерге барады. Бірге болайық деген сияқты. Сол ол бір жағынан проблем болса, екінші жағынан, мысалы үшін кез келген бір бала, мен журналист болам дейді. Мәселен, я болмаса мен пиарщик болам дейді. Сол мамандықтың пішінін, ойын, мазмұнын біле ма? Сол жерде жұмыс істеп көрді ма? Әлде де көрген жоқ. Мысалы үшін өзіңіз білесіз, кейбір журналистер у-шу болса да жаза беретін мәтін. Енді біреуге тып-тыныш бір жер керек. Бұл бірден. Екіншіден, тағы да айта кететінім, бұл жерде мына жұмыс берушілер егерде тапсырыс болсын мейлін, я болмаса бір ұсыныс болсын мейлін, университетке, біздің университетте сияқты. Мен мына Самұрық Қазына компаниясы ретінде өздеріңізге, мысалы үшін 5, я болмаса 10 орын берем. Мынандай мамандықтар бойынша. Дәл осы балаларды бізге дайындап берсеңіздер. Және де сол компаниялар, сол бағыттағы жүрген мекемелер міндетті түрде рабочий учебный план деген бар. Соған да кірісу керек. Мәселен, мына тема бізге бүгінге тән емес. Ал егерде мына бағытта балаларды үйретсеңіздер, онда олар біздің компаниямызға 100% жұмысқа келеді деген. Өте жақсы, рахмет. Мысалы, жаңағы қаржы мамандығына байланысты айтты ғой, өте сұранысқа ие деп. Мысалы, көп қаржыгерлер немесе аудиторлар қызығатын үлкен 4-тік деген компания бар. Соның ішінде Ernst & Young деген компания жұмысқа қабылдауға міндетті құжаттарын істен дипломды алып тастады. Яғни бұл ненің көрсеткіші? Яғни үлкен осы беделге ие компаниялар осы трансформацияны сезіп отыр. Диплом ол жай қағаз. Оның артында шынайы білім болмаса, дипломды Қазақстанда 2-ның бірінде бар. Сондықтан қазір менің үшін диплом үшін, қағаз үшін оқитын заман кетті. Бүткіл сөйлеушілер туғанынан, пайда болғаннан бастап, сол бәсекеліктік өмірге біз дайындаймыз соны. Олардың енді оған қабілетті болмаса, ол өзін әлгі сөйлет өзінің мамандығы бойынша ешқандай бір нәрсе дүниеге келтіре алмайды. Ал тағы бір ерекшелік бар. Осы пайда болып жатқан жаңа мамандықтар, жаңалықтар, жаңа жетістіктер ғылымның қай саласы болмасын, соның жаңалықтарына, соның жетістіктеріне сәулет өнері, сәулетшілер бірден бір мұқтаж. Осы өмір сүріп жатқан кеңістікте дұрыстау үшін, бүгін күндің әлгі талабына сай келтіру үшін физиканың жетістігіне, кинематиканың жетістігіне, бағанағы экологияның барлығы сол саланың жетістіктеріне мұқтаж. Сондықтан бұл енді бір өте бір күрделі мамандық, бір шетелдік сәулетші дүниеге танымал болған Мис Ван Дорей деген. Мен сәулет өнерінің қандай өнер екендігін тек қана 50 жасқа келгенде түсіндім деп.
дүниеге танымал адамдың айтып жатқаны. Шынымен, себебі бұл күрделі бағанағындай мамандықтарға мұқтаж. Олар қанша көп болса, қанша өз саласында жақсы жетістіктерге жетсе, сәулет өнерде гүлдене береді деген. Өте жақсы, рахмет көп. Әріптестермен толық келіспеймін, себебі біздің типтік және кәсіптік білім беру саласында жағдай кішкене басқаша. Мысалы, қасында отырмын азаматтай, ерекше дарынды балалар сондай көп деп айта алмаймын мен. Сондай керемет көп, ешқандай дипломсыз, ешқандай оқусыз жұмыс тауып алады деп мен ондайға сенбеймін. Неге сенбейсіз? Қалайда болса да әр оқу орын өзінің білімін береді. Ол оқу орында, мысалы, білімді де, біліктілі де ұстадар жұмыс жасайды. Бұл ұстадар, ол балаға тек қана білім бермейді. Ол балаға ұстадар қосымша тәрбие береді. Сол себеппен дұрыс тәрбие алған бала, ол енді біздің еліміздің болашағы деп ойлаймын. Ал мысалы, ол оқымаса, ешқандай диплом болмаса, мысалы, ешқандай білім алмаса, ешқандай оқу орында оқымаса, ол екінің бірі жұмыс таба алмайды ондай балалар. Жалпы сұрағым Тимур мырзаға, биылғы елбасының жолдауында қарастырылған мәселелердің бірі ол индустриализация, және осы индустриализациядан көптеген мамандықтар жойылуы сөзсіз. Және осы мамандықтар тізіміне қаржы, экономика салаларындағы мамандықтар жойылады ма? Осы сіздің пікіріңіз? Сіздің сұрағыңыз толықтыру үшін мен айтайын, президентіміздің халыққа жолдауындағы бірінші приоритеті ол цифрлы Қазақстанды дамыту. Бұл енді осы жобаны іске жүзеге асыру үшін әрине де біздің IT университет сүбелі үлесін қосады. Бұл енді флагман десем қателеспеспін. Және де сіздің айтқан сұрағыңыз өте орынды. Мысал үшін бүгінде компьютер санауды біледі. Енді ертең жалақымды алмасам да, ұят болса да кешірім сұрап айтайын. Бухгалтер деген мамандықтар, я болмаса қаржы директор деген мамандықтар деген мамандық ретінде емес, жұмысшы ретінде керек жоқ болады. Позиция болмайды. Позиция болмайды. Неге десеңіздер, ол бүгінгі таңда осыдан бір 5-10 жыл бұрын сізге маған бір өтсе сенбеуші едік. Әлгі үйде отырып таксиді шақырам, я болмаса үйден отырып салық төлейм, тамақты бір адам жалдап алам, тамақты шақырып алам деген сияқты. Сондықтан бұл кісілерді ертең сол қаржы директоры орнынан, я болмаса бухгалтер орнынан кетіп қалғаннан кейін оларды қайта үйрету. Ал енді ол кісілердің басым көпшілігі 30 жастан асқан кісілер. Оларды қалай үйретесің? Қайда барады, не істейді деген сияқты. Одан кейін тағы бір айта кететін дүние, біз диплом керек жоқ деп айтып отырған жоқпыз. Бірақ дегенмен бүгінгі таңда жүзіңізге қарап, ой қабілетіңізге қарап, қолынан келгеніңізге, жобаларыңызға қарап, бүгін жұмысқа алады. Және де егер де сана сезім түйсік болса, бүгінгі таңда бұл өмірде жоғалу мүмкін емес. Міне, өте жақсы, өте әдемі жауап, көп рахмет. Бізге де қажеті осы еді, елбасының да сұрап тұрған дүниесі, айтып атқан дүниесі, жаңа сіз негізінен атап көрсетіп кеткен дүниелер, яғни көптеген мамандықтар жойылады, дәл сондай қанша мамандық жойылды, дәл сондай мамандықтар келеді. Жоғары оқу орындарға бару керек емес деген сияқты ой айттым ғой, енді ол керек емес болса қай жерден білім аламыз деген сұрақ туындайды ғой заңды. Әрине, менің айтып отқан былай салам бір 50 жылдан кейін шындыққа айналу мүмкін, себебі ғалымдар солай болжап отыр. Бірақ қазірдің өзінде адамдар үйден шықпай білім ала алады. Ол жаңа мен түбегейлі жоғары оқу орнын жоққа шығарып отырғаным жоқ, бірақ Coursera, edX, Udacity, Udemy сияқты сайттарға егер ағылшын тілін білсеңіз, онда сіз өзіңізге керек мамандығыңызды игеріп шыға аласыз. Осындағы отырған қандай жоғары оқу орны, соның барлығы бар. Архитектурасы да бар, математикасы да бар, аудиты да бар, қаржысы да бар. Егер сіз мектеп оқушысы болсаңыз, онда Khan Academy деген сайт бар. Яғни интернет арқылы қазір білім алуға мүмкіндік пайда болды. Біздің қазір мысалы қолға алған жобамыздың аты Қазақстан ашық университеті деп аталады. Ол жобаның мақсаты мына іргелі және қолданбалы ғылымдарды өзіміздің қолжетімді, түсінікті, ұғынықты қазақ тілінде осы жастарға интернет арқылы беру.
Қымбатты студия қонақтары, қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен тамам. Ал дәл қазір мен өзімнің дәстүрлі сұрағымды қоям, сіздер я немесе жоқ деп жауап беріңіздер. Бұл негізінен біздің студияда отырған қадірлі қонақтарға арналады. Сонымен, жаһандану заманында елімізде болашақ маман иелері бәсекеге қабілетті деп айта аламыз ба? Я, қабілетті деп айта аламыз дейтіндеріңіз менің оң жағым өтіңіздер. Жоқ, қабілетті емес, өзгерістер қажет. Дәл қазіргі жүйемен алысқа бармаймыз. Мамандықтарды игеруде, оны оқытуда жаңа көзқарас керек дейтіндеріңіз менің сол жағым өтіңіздер. Бәсекеге қабілетті маман, адамгершілігі мол азамат қалыптастыру бүгінгі күннің басты талабы. Демек, тәуелсіз Қазақстанның ертеңі білікті де білімді маман қолында. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.